Жүректегі мұз 41-42 бөлім. Бүгінгі эпизод өте қызықты болады. Таксин ағасы Нұққа бар ақылын айтып, алдағы жоспарлармен бөлісіп отқан кезде Таксиннің телефоны шырылдайды. Бұнда Сумру алдыңғы 40-шы бөлімдегі бастығын абайсызда өлтіріп қояды. Жоқ, абайсызда емес, әдейі өлтіреді. Өйткені өзіне қастандық жасайды. Таксинге звондап, қасыңда Нұқ болса, оған білдіртпе. Маған сенің көмегің керек болып тұр. Маған тез арада көмектесші. Сенен басқа ешкімнен көмек сұрай алмаймын деп Таксинді шақырып алды. Бірақ Таксиннің ізінен еріп Нұқ та келді. Сол кезде анасының не білдіргенін өз көзімен көрді. Менің ешқандай кінәм жоқ. Мен жазықсызбын. Ол мені қорламақ болды. Шын айтамын деп бұл жерде барлық өз сырын, не болған жағдайын ақтарып айтып жатты. Нұқ пен Такси үндемей өліп қалған мәйітті осылай өріппеге орап, осы жерде таңғалым. Қалай камера? 1041 камера бар, бірақ қонақ үйде, еще қымбат қонақ үйде камера жоқ. Түрмеде отқан Мелекке қасындағы екі апасы бар ақылын айтып, сен тезірек тамақтануың керек, ешқандай уайымдама, бәрі жақсы болады деп жұбатып жатыр. Ал мұнда Такси мен Нұқ әлгі мәйітті көму үшін жер қазып, осы жерде көміп кетті. Не дегенмен күні ғой, әйтпесе мүмкін емес қой. Кетіп алғаннан кейін ешкім көрмейді, ештеңе білмейді. Осылай мәйітті көміп, қайтадан Сумруға келеді. Сумруға айтады, тез жина, біздің үйге барамыз деп. Сумру басында ұялады. Жоқ, мен қонақ үйде тұра беремін деп. Таксин еріксіз Сумруды көндіріп алып кетеді. Өзінің үйінен осындай бір бөлме дайындап береді. Ал мұнда екі ғашық бір-бірін ойлап қайғырып жүр. Десе де Жихан Мелекті қатты сүйгені соншалық, оны ойлап түнімен осылай көлікте ұйықтап, таңертең арызын қайтып алады. Мелек шығады. Мелек түрмеден шыққан бейнесін көрсетпедім, өткені көп болып кетеді. Ал мұнда Сумру өзінің басынан өткен оқиғасын айтып жатыр. Таксин болса, жоқ, керек емес, бәрін түсінем дейді. Бірақ Сумру, жоқ, мен айтамын, жеңілдеп қалуым керек дейді. Бұрында мені Нұқ пен Мелектің әкесі осылай зорлаған, сол кезде батылым жетпеді. Өлтіруге менде мүмкіндік болды, бірақ қорықтым дейді. Ал қазір қорықпадым. Ешқандай аяусыз, ешқандай қорықпай мен ол кісіні өлтірдім. Өйткені ол мені қорлақсы келді дейді. Сонда ғана мына тыңдап тұрған Нұқ сенеді анасының шын айтып тұрғанына. Осылай екеуі қосылады. Апа дейді, құшақтап, осы жерде жылап кетті. Екеуі керемет құшақтасып, апасы анасын таниды. Ал Мелектен шыққан 4 отбасы, Таксин, Сумру және Мелек өте әдемі керемет отбасы болып осы жерде отырады. Сол кездері Жихан келеді. Нұқ бірден ашуланып шығады. Неге келдің? Тағы қандай ойың бар? Әлде Мелекті түрмеден шығардым деп келіп тұрсың ба деп. Мелек шағынып жатыр. Нұқ, қойшы, өзім шешем, менің жұмысым, менің шаруам деп. Бәрібір де ағасы ғой. Таксиннің арқасында Сумру өзін батыл ұстап және балалар үшін ендігі өміріндегі Асад пен Кариканың туған анасы екенін растау үшін мұнда сұхбат беруге келіп жатыр. Хикмет әдеттегідей жаман рөлде, ол Кариканы Сумрудың ана қызы, Сәмет мырзаның қызы емес деп баспасөз өкілдеріне айтқан еді. Өйткені Сәметтің көзінше Сумруды ең жаман әйел ретінде көрсету керек болды. Тіпті солай айтты. Бірақ Сумру оны дәлелдеп берді, өзінің қызы екенін. ДНК тестті Хикмет ауыстырып қайта айтқаны туралына дейін басып бетін айтып берді. Оның барлығын Такси мырза көмектесті. Сәмет тіпті ұялып қалды. Карика мен Асад әлі де сене алмай келе жатыр тәтелерінің мұндай істегеніне. Алғаш рет Сумру өзінің ең бақытты, батыл шешім қабылдап, өзін керемет әйел екенін сезініп келе жатыр. Ал мұнда қызметшілер Хикметтің ісін көріп қуанып жатыр. Өйткені бұларды Сумруды жақсы көретін. Сумрудың анасы келіп, бұл қандай шу деп жаңалық деп жатыр. Қызының осыншалықты
жеңіске жеткені бұл да іштей қуанып тұр. Есік алдынан Мелек пен Нұқ күтіп алды және бұлардың қызметшісі Аниса ханымды да ертіп келді. Енді Аниса ханым такси мырзаның үйінде тұрады. Нұқ пен Мелек қатты қуанып кетті. О, Аниса апай, келдіңіз бе? Біз сені қатты сағындық деп құшақ жая қарсы алды. Ал Асат та әдеттегідей өзінің арам ойымен қызметші қызды ғашықтығының сезімін пайдаланып, оған шарап беріп, бір түнді өткізеді. Кейін осы бір түннің есесін жауап беретін болады. Әзірге сағызға таласып жатыр. Келесі кадрда Мелекті көрсетеді. Мелек өзінің ішіндегі бөбегін құшақтап және онымен сөйлеседі. Ал сыртынан аңда отырған әдеттегідей Джихан күлімдеп қояды. Өйткені өзінің сүйген ғашығы Мелек Қошақанмен сөйлесіп, Қошақаным, сен қалайсың? Менде бәрі жақсы деп қуанып жатыр. Енді Сумру таксинің қасында бірге жүріп, бір мейрамханада жұмыс істейтін болды. Әзірге қандай жұмыс екені белгісіз, бірақ такси мырза жұмыс ұсынды. Ал мұнда Самет пен Джихан көлікте отырып, ірі көлемді келісімшартқа қол қою үшін келе жатыр. Бірақ өкінішке орай ол келісімшарттары орнай алмай қояды. Өйткені ол келісімшарттан кездесетін әйел осында тұрады ғой барлығы. Бірақ мұнда Таксин келеді. Таксин мен Самет бір-біріне өте арасы кекті дауыл тұрып жатыр және Нұқ келеді. Бұл Таксин мырзаның бұрыннан танитын таныс екен. Джихан мен Мелек кездеседі. Джихан Мелектің ізін аңдып жүріп, Мелек, тыңдашы, мен сені ұмыта алмадым. Әлі күнге дейін жақсы көрем дейді. Ал Мелек бас тартады. Сен енді мен мазақлайын дедің бе? Біздің арамыздағы барлығы біткен дейді. Сонда да Джихан ізінен қалмайды, түс көріп жатыр. Түсінде Мелек өзін үлкен қызын тастап жіберген екен. Осы кезде шошып оянған Джихан не істерін білмей қалады. Ал Сибилай мен Нұқ әдеттегідей өте көп ұзақ уақыт телефонмен сөйлеседі. Қайтадан Мелекті өзіне қаратып алу үшін Джихан бар сөзін айтып, тіпті көзіне жас алып Мелектің алдынан тағы да шығады. Мелек, біз бірге болайықшы, баламызды бірге өсірейік дейді. Жалғасы бар.